Ортада Жандос үміткерін күтіп отыр. Қабылдауға дайынсың ғой? Әрине дайынмын, 100%. Ендеше Жандостың үміткерін ортаға шақырамыз. Hoş geldiniz. Есіміңіз? Роза. Роза? Мен сізді бір жерден көрген сияқтымын. Үміткер болдыңыз ба бұрын? Я екінші жобада. Кімге? Сержан. Сержанға келдіңіз. Неге Жандос? Сержан екеуі мүлдем ұқсамайды ғой. Жоқ, негізі екінші жобада Сержанға келген себебім, ол екеуміз тағдырлас болдық деп келгенмін да. Содан кейін Назеркенің айтқан сөзін білемін де, что неге сіздер өздеріңізді екінші орынға қоясыздар деп. Екінші сорт деп айтты деп, сондықтан өзіме не дейді, как бы Назеркенің сөздері мотивация беріп, сол мемлекте біз қанша жерден ажырасқан болсақ та, неге біз өзімізді екінші сорт деп санауымыз керек деген ойда. Дұрыс айтасыз негізі. Жасыңыз нешеде, танысайық? 35-те. 35-те. 35-ке ұқсамайды негізі. Рахмет. Өзімді таңғалып отырмын. Өзіңіз жайлы айтып берсеңіз, қай жердің тумасыз, отбасыңыз жайлы? Негізі Арқалық қаласында туғанмын. Бірақ Алматыда өстім. Және де ажырасқанмын. Бір қызым бар. Бір қызыңыз бар? Жасы нешеде? Жасы 17-ге толады. Үлкен қыз екен ғой. 35. Сонда сіз неше жаста босандыңыз? 18. 18 жасыңызда. 17-де көтердім, 18 жасымда босандым. Ал тұрмыстан неше уақыт болдыңыздар? Жылдасыңызбен? Так, босанғаннан кейін 3 айында. Қыз 3 айында толғанда айырылысып кеттіңіздер ме сонда? Себеп неде болды? Енді өзара келіспеушілік, түсінбеушілік. Жас болдық, негізі жастықтың мәселесі ма деп ойлаймын. Ол кісі де жас болған беді, сізбен бірге жас ма еді сонда? Екеуміз арамыз бірақ жас. Түсінікті. Жандос, сен қазір сұрақтарыңды дайында. Дианаға жаным ашып отыр қазір. Жаным, егер сыртқа шығып келсең, шығып бара келе ғой. Хорошо? Жарай ма? Атыңызды кім дедін, естімей қалдым? Роза. Роза, я? Роза, мен таңдап келгеніңізге көптен көп рахмет. Алла разы болсын. Шын жүректен қуаныштымын. Жалпы өмір жолыңызда қандай да бір тарихыңызды бір қысқашалап айтып беріңізші, дұрыс естімей қалды даусыңыз. Тұрмыста болдым дедім, 17 жасқа толар қызым бар. 17? Жалпы, мені бұрыннан бері бақыладыңыз ба, қалай болды? Қай жағынан қалай неттіңіз? Қалай қызығушылығым болды? Қандай қырлары? Қандай қырлары? Сіз шыққан эфирдің бәрін көріп отырамын, сіз болмасаңыз қарамаймын. Қызық болайын деп тұр. Көп рахмет. Осылай енді мен сізге айтатыным, 17 жаста қызыңыз бар дедіңіз, иә? 17. Жалпы өзіңіз немен айналысасыз? Өмірлік мақсат, міндеттеріңіз қандай жалпы өміріңізде? Қазіргі таңда жұмысым тамақтану орнында жұмыс жасаймын, атын айтпай қояйын. Және де спортқа жақынмын. Мен сізге айтатын тағы да сұрақтарым өте көп, енді қоя берсем болады ғой? Әрине қоя бер. Мысал үшін сізге айтатыным, мен көбінесе ғылыми жұмыстармен көптеген жұмыстар атқарған болатынмын. Көп жағдайда енді тыңдайықшы, хорошо? Тыныш отырып. Көп жағдайда ол жұмыстардың бәрін естіген шығарсың, эфирде де, мысал үшін қатты көп талқыланды, алдыңғы үміткерім сол жағдайда көп ыңғайсызға түсіп, сол жағдайда кетіп қалды да, негізі. Осы жерде қатысушылардан көп ықпалын тигізіп. Оған қалай қарайсыз? Өйткені мен мысалы үшін ғылыми жұмыстарда не только мысалы үшін ондай емес, ақыл-ой кем балалардың миын дамытуға, сөйлеуін дамытуға көптеген жұмыстар, ғылыми жұмыстар жаздым. Енді мен көбінесе зерттелмеген тақырыптарды алғым келді да, ешқандай Қазақстанда зерттелмеген. Сол себепті оған қалай қарайсыз? Мен негізі өз басым
мында отырған адамдардың қатысушылардың арасында да актерлар бар ғой, иә. Сол себепті мысалы актерларға роль берілген жағдайда ол адам актердің ролына кіру үшін сол адамның образына кіру керек. Сол себепті мен сіздің жұмысыңызды, ғылыми неңізді солай есептеймін. Сіз сол адамның образына кіруге тиісті болдыңыз да. Сол себепті мен ешқандай мен просто айта кетейін толықтырып, иә, не себепті ол образды алып шыққанымды. Өйткені психологиялық образ ретінде мен оны зерттедім. Яғни оның эфирінде отырып. Содан кейін көбінесе оның, яғни мысалы үшін бір жынды адаммен жынды болсаң ғана мысалы үшін контакты жүреді ғой. Ақылды адаммен жынды адамның ешқандай контакты жүрмейді. Екеуі бірдей болған жағдайда. Мен соны енді алдау мақсатында емес, я тоже типа такой деген сияқты қылып, ішкі жан дүниесін білу мақсатында болған негізі зерттеу жұмыстары. Махаббат жайлы сөйлесіңдерші дейді Айдос. Жоқ, мен алдын ала біліп алайын деген ғой, өйткені тағы да қашып кетпей жағдай болмасын деген. Себебі мен сіздің каждый неңізді, әр неңізді бақылап отырамын және де қолдаймын өз басым. Қолдап отыр. Рахмет. Жалпы сұрақтарыңыз бар ма? Кезекпен кезек қойсақ қалай болады? Иә, сіздің сұрағыңыз болса Жандосқа. Менің сұрағым пока жоқ. Онда қатысушыға берейік. Ақерке. Қош келдіңіз. Менің сұрағым Жандос ағаға сұрағым қойғым келіп отыр. Өткен жолы сіз айттыңыз, осы мысалы осы жерде қозғалған тақырыптардың арқасында жұмысымнан айырылдым дедіңіз. Қазіргі таңда не жұмыс жасап жатырсыз? Мысалы осы енді отбасын құрам деген ниетпен келіп отырсыз ғой. Сондықтан да сұрағым, мысалы жұмысқа кірдіңіз ба? Сол жағы не болып жатыр? Жұмыстар әлі өкінішке орай табылмай жатыр, іздестіріп жатырмын. Енді өзімнің тұрақты мысалы үшін психологиялық қызметтер атқарам ғой. Көбінесе сенімді клиенттарым бар, үйлеріне барып қызметін атқарам. Ал кейінгі қосылып жатқан клиенттарға ол көбінесе WhatsApp желісі арқылы сондай жаңағы онлайндық жүйе бойынша қызметтер көрсетіп жатырмын. Бір сұрағым бар, сіз жаңа 17 жасар қызым бар деп айттыңыз, иә? Ол да әрине қалаулым сен бағдарламасын көреді деген ойдамын. Ол қызыңыздың көрмейді дейді. Көрмейді ма? Ол білмейді ма сіздің мұнда келгеніңізге? Біледі, үй үшін. Көзқарастары қандай Жандос ағаға деген? Қандай болғанда жақсы, ұнатады, және де мен рұқсатымды сұрап, үйдегілермен сөйлесіп, анам рұқсатымды беріп, жіберіп отыр, негізі батасын беріп. Айка. Сынап көр деп. Қош келдіңіз. Өзіңіз 18 жасар қыз сияқты екенсіз. Бәріміз таңғалып отырмыз. Жақсы сақталғансыз. Жандос соңғы кездері өзгеріп жүр. Жандос, рахмет. Өзгеріп, ер жігіт сияқты жүр. Роза ханым, сізден сұрайын деген едім. Бұрынғы отбасыңыз жайында толығырақ айтып кетсеңіз, неше жасыңызда тұрмысқа шықтыңыз, 18 жасыңызда босансаңыз, 17 жасыңызда тұрмысқа шықтыңыз ба, және не себептен айырылыстыңыз? Қазір ара қатынастарыңыз бар ма ол бұрынғы отбасыңызбен? Сол жайды толық айтып кетсеңіз. Мен қызым 3 айлығында кетіп қалдым деп. Содан бері мен араласпаймын. Майра ханым. Роза ханым, сізге айтатынымыз 35 жас деген аз жас емес, 35-ке дейінгі жеткен жетістігіңді айтсаңыз. Жандос жұмыссыз ғой, сол Жандос ертең жақсы болып кетсе қалай бағаласың ба Жандосты? Бағалай әрине. Ол Жандосты апару керек болсын. Мен мысалы ешқандай проблема көріп тұрған жоқпын. Мен қазір жұмыссызбын деп жатқан жоқпын. Бола берсін. Бола берсін дейді, жұмыссыз болсаң да. Мен өзім мысалы сіз ертең жұмыс тапқанша мен сізді асырауға толығымен. Мәссаған. Нұржан не дейді? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба, қош келдіңіз. Сіздің жөні түріңіз таныс. Екінші маусымда келген. Жоқ, мен бұлай сөйлескен сияқтысыз. Мәссаған. Қателеспесем. Инстаграмға жазған жоқсыз ба маған? Именно мен ба? Роза, иә. Білмеймін, мүмкін басқа. Жоқ, менде сондай интернетте көбінісінде менің орныма басқа адамдар жазып сөйлеседі. Мүмкін, енді бірақ... Ұстамаймын себебі, таңертең кешкенен жұмыстамын ғой. Жоқ. Ладно, өзіңіз жайлы жаңағы қай жақтың қызсыз, руыңыз қандай дегенде соны айтып өтсеңіз. Айтты ғой оны. Оны айтып қойды. Зарина. Саламатсыз, өте әдемі екен. Сіздің жасыңызда мен 35-ке ұқсап тұрмын. Сізге мынандай бір сұрағым бар еді. Жалпы сіз өзіңіз қызыңыздың жасында тұрмыс құрып, балалы болдыңыз, иә?
Енді сізге мынадай сұрақ, сіздің қызыңыздың қазір мысалғы отбасы құруға, тұрмысқа шығуға дайын ба? Сіз өзіңіз ана ретінде қызыңызды дайын деп ойлайсыз ба? Және сіздің көзқарасыңыз ерте жаста тұрмысқа шығу жайлы толық айтып бере кетсеңіз, қызыңыздың жаңағы енді отбасылық өмірге қадамдары бар ма деген сияқты. Дұрыс сұрақ. Әзірге жоқ, себебі қызым бірінші оқимын деді. Оқуымды бітіргеннен кейін кездесіп жатса, әрине, бағым бірақ байламаймын. Қазір шығам десе, мен мысалы қарсы емеспін. Себебі әр баланың қазір өз таңдауы бар. Сол себепті.